Баршаға сәлем. Бүгін 162 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы ғасыр. Бұл сабақта шамалардың мәнін салыстыруды және олармен амалдар орындауды үйренеміз. Бірінші есеп. Өрнектердің мәнін тап, жауаптарын өз суретімен қойып, қандай мақал жазылғанын анықта. Мақалдың мағынасын түсіндір. 230 секундқа 3 минут 50 секундты қосамыз. 3 минут 180 секунд болады. Оған 50-ді қосатын болсақ 230 секунд. 230-ға 230 қосақ 460 секунд. 180 секундты 5-ке қойсақ 900 секунд. 9 минут 20 секундты біз 9 минутымыз 540 секунд болады. Оған 20 секундты қосақ 560. 560-тан 210-ды азайтсақ 350 секунд қалады. 4 минут 40 секундты 7-ге бөлуімізге 4 минутымыз 240 секунд болады. Оған 40-ты қосақ 280 секунд. Оны 7-ге бөлетін болсақ 40 секунд болады. Енді өз суретімен орналастырдық. 40-тың турайында тұрған сөз бірлік еді. 350-дің турайында болған болмай, 460-ке тірлік, 900-ке болмас еді. Нәтижеде бірлік болмай, тірлік болмас деген мақал келіп шықты. Екінші есеп. Сөйлемді оқы. Сен өзіңе таныс емес қандай өлшем бірлікті байқадың? 8 ғасырдан бастап 9 ғасырдың ортасына дейін Әл-Мансұр халиф Бағдат жерінде ішінде телескоп пен кітапханасы бар даналық үйін ашады. Оған ғалымдарды жинайды. Бұл жерде бізге таныс емес сөз ғасыр сөзі, ал ғасыр бұл уақыттың үлкен өлшем бірлігі. Бір ғасыр 100 жылға тең. Дәптерге осылай өрнектеп жазып қойдық. Үшінші есеп. Сұрақтарға жауап бер. Қай ағаштар 2 ғасырдан артық тіршілік етеді? Ең аз тіршілік ететін ағаштар да. Мына жерде өсімдіктер берілген: шырша, көктерек, жөке, қайың, шетен. Олардың тіршілік ету ұзақтығы да берілген. Бұл жерде ең ұзақ өмір сүретін шырша мен жөке екен, 500 жыл өмір сүреді екен. Одан кейінгісі көктерек екен, 300 жыл өмір сүреді екен. Ал қайың 150 жыл, шетен ең аз өмір сүретіні 80 жыл екен. Әсінде кесте бойынша сұрақ қойып есептер құрастыр және шығар. 2 ғасырдан артық тіршілік ететін ағаштар бұлар: шырша 500 жыл өмір сүреді екен, жөке 500 жыл, көктерек 300 жыл өмір сүреді екен. Оларды ғасырмен өрнектейтін болсақ, 500 жылды 5 ғасыр дейміз, 300 жылды 3 ғасыр деп өрнектеп қоямыз. Ал ең аз тіршілік ететін ағаш бұл шетен екен, 80 жыл өмір сүреді екен. Енді сұрақтарға өтеміз. Бұл өзіміз құрастырған сұрақтар. Біріншісі: көктерек ағаш неше ғасыр өмір сүреді? Шырша ағашы қайың ағашына қарағанда қанша жыл артық тіршілік етеді? Жөке ағашы неше ғасыр тіршілік етеді? Қайың ағашы неше жыл тіршілік етеді? Есептер құрастырдық. Қайың 150 жыл өмір сүрсе, шетен 80 жыл өмір сүрсе, қайсысы, яғни қайың неше жыл артық өмір сүреді деген сұрақ қойдық. Ол үшін 150-ден 80-ді азайтып табамыз, 70 шығады. Демек, жауабы қайың ағашы 70 жыл артық тіршілік етеді. Кейінгісі: жөке ағашы 500 жыл өмір сүрсе, көктерек ағашы одан 200 жыл кем өмір сүреді екен. Ал қайың ағашы болса, көктеректен 2 есе кем өмір сүреді. Демек, бұлардың қанша өмір сүргенін табу үшін бірінші 500-ден 200-ді азайтамыз, бұл 300 жыл шығады. Бұл көктерек ағашы осынша жыл өмір сүреді екен. Екінші 300-ді 2-ге бөлеміз, яғни 2 есе кем болғандықтан бұл 150 шығады. 150 бұл қайыңның өмір сүру ұзақтығы. Демек, жауабы көктерек 300 жыл, қайың 150 жыл өмір сүреді. Төртінші есеп: салыстыр. 2 жыл 4 айды біз айларда өрнектеп аламыз. Яғни 2 жылда 24 ай бар, оған 4-ті қоссақ 28 ай болады. 28 ай мен 32 айды салыстыратын болсақ, 32 ай үлкен, 28 ай кіші болып тұр. 658 жыл мен 7 ғасыр 1 жылды салыстырамыз, 701 жыл болады. Демек, 658 жыл кіші 7 ғасыр 1 жылдан. Кейінгісі 5 ғасыр 42 жылымыз 54 жылдан үлкен. 6 минут 15 секундымыз 385 секундтан кіші. 1 жыл 12 тәулік 345 тәуліктен үлкен. 128 сағатымыз 5 тәулік 12 сағаттан кіші. 3 тәулік 5 сағатымыз 80 сағаттан кіші. 245 секундымыз 4 минут 40 секундтан кіші. Мен бұл жерде тәулікті, сағатты және жылды немесе минуттың барлығыны өздеріне сәйкес минутты секундпен өрнектеп немесе тәулікті сағатпен өрнектеп бәрін үстіне қызыл сиямен жазып қойдым. Бесінші: есептерді шығар.
Астанадағы этноауыл ұлттық мәдени кешеніне бірінші күні 150 турист, екінші күні одан 57 турист кем келді. Ал үшінші күні бірінші және екінші күндері қанша болса, сонша турист келді. Этноауыл ұлттық мәдени кешеніне 3 күнде барлығы неше турист келді? Есептің берілген қысқаша жазып алдық. Бірінші күні 150 турист, екінші күні одан 57 турист кем келді. Ал үшінші күні осы екеуінен қанша адам келген болса, сонша адам келген болған, турист келген. Енді шешуін табу үшін бірінші, екінші күні қанша турист келгенін табу үшін 150-ден 57-ні азайтамыз. 93 турист. Бұл екінші күн. Ал үшінші келген қанша келгенін табу үшін 150-ге 93 қосамыз. 243 турист келген. Енді осының үшеуінде қосамыз. 150-ді және 93 және 243-ті қоссақ 486. Бұл барлық келген туристердің саны. Демек, жауабы этноауыл ұлттық мәдени кешеніне 3 күнде барлығы 486 турист келді. 5-ші есептің әсі. Шеберлер ауылында 60 қолөнер шебері ағаштан, ал олардың 3/1 бөлігін құрайтын шебер металдан қалай бұйым жасайтынын көрсетті. Ал металдан бұйым жасайтын шеберлерге қарағанда 32-сі артық шебер киізден бұйым жасап көрсетті. Барлығы неше шебер өз өнерлерін көрсетті? Есептің берілгенін қысқаша жазып алдық. Ағаштан бұйым жасайтындар 60 екен, металдан бұйым жасайтын шеберлер ол осы 60-тың 3/1 құрайды екен, ал киізден бұйым жасайтындар металдан бұйым жасайтын шеберлерден 32-сі артық екен. Барлығы неше шебер? Демек, оны табу үшін бірінші металдан бұйым жасайтын шеберлердің қанша екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін 60-ты 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, 20 шебер шығады. Екінші, киізден бұйым жасайтын шеберлер нешеу екенін тауу үшін 20-ға 32-ні қосамыз, 52 шебер шығады. Енді осы үшеуін қосамыз. Ағаштан бұйым жасайтындар 60, металдан бұйым жасайтындар 20, киізден бұйым жасайтындар 52 екен. Барлығын қоссақ 132 шебер шықты. Демек, жауабы барлығы 132 шебер өз өнерлерін көрсетті. 6-ші есеп. Бос орындарды толтыр. 5 ғасырды 2-ге көбейтуіміз керек екен, яғни бұны жылмен өрнектеуіміз керек екен. Мәнін 5 ғасырымыз 500 жыл болады, оны 2-ге көбейтсек 1000 жыл болады. 8 ғасыр 10 жылды 9-ға бөлуіміз керек, тағы да жылмен өрнектеп аламыз. 810 жылды 9-ға бөлсек 90 жыл шығады. 4 ғасыр 50 жылға қосуымыз керек 270-ті, ол 450 жылға 270-ті қосамыз, 720 жыл болады. Кейінгісі 2 жыл 45 тәуліктен 587 тәулікті азайтуымыз керек. Бұны тәулікпен өрнектеуіміз керек екен мәнін. Ендеше бұны азайтатын болсақ, 2 жыл 45 тәулікті 775 тәулік азайту 587 тәулік деп жазып, есептейміз, 188 тәулік шығады. Кейінгісі 5 сағат 20 минутты 4-ге бөлуіміз керек. Бұны да минутқа өрнектеп аламыз. 5 сағатымыз 300 минут болады. 320 минутты 4-ге бөлсек 80 минут шығады. Кейінгісі 3 минут 50 секундты көбейтуіміз керек 3-ге екен. Бұны секундпен өрнектеуіміз керек. 3 минутымыз 180 секунд болады. Оған 50-ді қоссақ 230. 230-ды 3-ге көбейтсек 690 секунд. 7-ші есеп. Сұрақтарға жауап бер. Қандай жануар 1 ғасырдан артық өмір сүреді? Қандай жануар 2 ғасырдан артық өмір сүреді? Бұл жерде жануарлар берілген. Галапагос тасбақасы, Гренландия киті, піл, қызыл теңіз кірпісі және қолтырауын берілген, және олардың өмір сүру ұзақтығы берілген жылдарда. Енді осыларды біз 1 ғасырдан артық өмір сүретін және 2 ғасырдан артық өмір сүретіндерін тауып жазамыз. 1 ғасырдан артық өмір сүретін жануар, бұлар Галапагос тасбақасы 250 жыл өмір сүреді екен, яғни 2 ғасыр 50 жыл. Гренландия киті 211 жыл, бұны ғасырда өрнектесек 2 ғасыр 11 жыл өмір сүреді. Қызыл теңіз кірпісі 200 жыл 2 ғасыр өмір сүреді екен. Ал 2 ғасырдан артық өмір сүретін жануарлар, бұлар Галапагос тасбақасы 250 жыл және Гренландия киті 211 жыл өмір сүреді екен. 7-ші есептің әсінде кестедегі мәліметтерді пайдаланып есептер құрастыр және оларды шығар деген. Біз мынадай есептер құрастырдық. Қолтырауын 100 жыл өмір сүреді, піл одан 20 жыл кем өмір сүреді. Қолтырауын пілден неше жыл артық өмір сүреді деген сұрақ қойдық. Және есептің шешуін табу үшін 100-ден 20-ны азайттық. Бұл 80 жыл. Бұл пілдің өмір сүру ұзақтығы. Және 100-ден 80-ді азайтып 20 жыл келіп шықты. Бұл қолтырауынның пілден қанша жыл артық өмір сүретіндігі. Демек, жауабы қолтырауын 20 жыл артық өмір сүреді екен пілге қарағанда. Екінші, Гренландия киті 211 жыл өмір сүреді, қызыл теңіз кірпісі 200 жыл өмір сүреді. Гренландия киті
қанша жыл артық өмір сүреді деген сұрақ қойдық. Ол үшін 211-ден 200 азайтамыз, 11 шығады. Демек жауабы Гренландия киті 11 жыл артық өмір сүреді. 8-ші есеп, теңдеулерді шеш. 8 көбейту 9 теңге 12 көбейту 6. Теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 12-ні 6-ға көбейтсек 72 болады. X-ті табу үшін 72-ні 9-ға бөлеміз. Яғни ана жақта көбейту берілген, теңдіктің екінші жағын бөлу амалы болып өтеді. X-ті табатын болсақ 8-ге тең. Енді орнына қойып есептейміз. 8 9-ға көбейтеміз және 12-ні 6-ға көбейтеміз. Екеуі де 72-ге тең болады. Кейінгісі y қосу 452 тең 155 көбейту 5. Тағы да теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 155-ті 5-ге көбейтсек 775 болады. Одан кейін y-ті табу үшін 775-тен 452-ні азайтамыз. Өйткені қосу амалы теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен өтеді. Демек y-іміз 323-ге тең болады. 323-ге 452-ні қоссақ 775, 155-ті 5-ге көбейтсек 775. Екеуі тең. Кейінгісі 63 көбейту y тең 63 көбейту 0. 63 көбейту y-тің өзін жазамыз да 63 0-ге көбейтетін болсақ 0 шығады. Ал y-ті табу үшін 0-ді 63-ге бөлуге болмайды. Y-тің 0-ге тең болады. Сондықтан 63-ті 0-ге көбейтсек 0 болады. Теңдіктің екі жағы да бір-біріне тең. Теңдеудің 80 көбейту a тең 1000 азайту 680. Тағы да оң жағын бірінші орындап аламыз. 320 болады. 80 көбейту a тең 320 деп жазып аламыз. Одан кейін a-ны табамыз. 320-ны 80-ге бөлеміз. a 4-ге тең болады. Орнына қойып есептейміз. 84-ге көбейтсек 320, 1000-нан 680 азайтсақ 320-ға тең. 9-ші есеп. Анасы Алмаға, Жанарға, Шұғылаға көйлек тігіп беру үшін қызыл, жасыл, сары түсті мата сатып алды. Алмаға алынған мата жасыл да қызыл да емес. Жанарға алғаны жасыл емес. Шұғылаға қандай түсті мата сатып алынды? Қыздардың әрқайсысына қандай түсті мата сатып алынды? Кесте құрып шығар. Дәптерге кесте түзіп жазып алдық. Алма, Жанар, Шұғыла деп қыздардың атын жазып, және матаның түстерін жазып қойдық. Енді бірінші алманы кен көреміз. Алмаға алынған мата жасыл да қызыл да емес дейді. Оларға сызықша қойып қойдық. Ал енді демек өз-өзінен белгілі алмаға сары түсті мата алынған. Одан кейін екіншісін көреміз. Жанарды. Жанарға алғаны жасыл емес дейді. Демек жасылды сызып қоямыз, бірақ Жанарға сары түсті де алмаған, өйткені сары түстін алмаға деп алды. Ендеше Жанарға қызыл түсті мата алған. Әрқайсына бір-бір түстен алған ғой. Енді Шұғыланы көреміз. Ендеше Шұғыла қызылды да сарындап қойдық. Шұғылаға тек жасыл түсті мата қалып тұр. Ендеше есептің жауабы Алмаға сары түсті, Жанарға қызыл түсті, Шұғылаға жасыл түсті мата сатып алынды. Осымен 162-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.